Номер 315 берілген жазуды оқыңдар. Минус 50-дің модулі 50-ге тең. 111-дің модулі 111-дің өзіне тең. Минус 8,3-дің модулі 8,3-ге тең. Минус 13-тен 2-ның модулі 13-тен 2-ге тең. 20-дан 7-ның модулі 20-дан 7-ге тең. Минус 8,31-ден 5-дің модулі 8,31-ден 5-ге тең. Мына жерде минус болмайды. Минус саннан әрқашанда плюс сан шығады. Сонда жер плюс болу керек бізде. Келесі номер 316 есеп. Әрқайсының модулін табыңдар дейді. 38-дің модулі 38-ге тең. Минус 35-тен 6-ның модулі 35-тен 6-ға тең. Келесі минус 406-ның модулі 406-ға тең. Келесі 0,123-дің модулі 0,123-ге тең. Келесі 3,28-ден 19-дің модулі 3,28-ден 19-ға тең. Келесі минус 7,41-ден 8-дің модулі 7,41-ден 8-ге тең. Келесі 4,158-дің модулі 4,158-ге тең. Келесі 900-дің модулі 900-ге тең. Келесі номер 317 есеп. Сандарының арасынан модулі 32-ге 2,5-ге тең. Енді модулі 32 болу үшін минус 32-ден 32 шығады. Минус 32-ның модулі 32-ге тең. Енді 2,5. Минус 2,5-дің модулі және де 32-ның модулі де 32-ге тең. 32-ның модулі де 32-ге тең. 32-де тұр екен бізде. Енді 2,5. Минус 2-ден 1-дің модулі минус 2,2-ден 1-дің модулі 2,5-ге тең. 2,2-ден 1 деген ол 2,5. Одан кейін минус 2,5-дің модулі 2,5-ге тең. Так, мынау бардық, мынау жаздық. Келесі модулі 2,125-ге тең. Ол бізде 2,8-ден 1. 2,8-ден 1-дің модулі 2,125-ге тең. Так. 2,125-дің модулі минус 2,125-дің модулі ол 2,125-ге тең. Екі бүтін 8-ден 1-дің модулі 2,125-ге тең. Так, мынаны болдық. Енді келесі 0,375-дің модулі. Келесі номер 318. А-ның координатасы 5, Б-дің координатасы минус 8, С-ның координатасы 15-тен 8, Д-ның координатасы, F-дің координатасы берілген. Осы нүктеден координаталар басына дейін, яғни 0-ге дейінгі қашықтықты табамыз. Так, А-ның координатасы 5 болса, координата басына дейін қашықтық 5-ге тең. Б-ның координатасы минус 8 болса, координата басына дейін қашықтық 8-ге тең. С-ның координатасы минус 15-тен 8 болса, координата басына дейінгі қашықтық минус 15-тен 8-ге тең. Д-ның координатасы 6,4 болса, координата басына дейінгі қашықтық 6,4-ге тең. F-дің координатасы 9,8-ден 3 болса, координата басына дейінгі қашықтық F-ден 9,8-ден 3-ге тең болады екен. Келесі тапсырма есептеңдер номер 319. Номер 319. 200-дің минус 200-дің модулі қосу минус 76-ның модулі қосу 23. Сонда минус 200-дің модулінен 200 шығады. Қосу 76, қосу 23. Так, енді 76-ға 23-ті қоссам 99. Сонда 200-ге 99-ті қоссам 299 шығады екен. Келесі екіншісі. Минус 343-дің модулі азайту
минус 299-дың модулі қосу минус 88-дің модулі тең болады. 343 азайту 299 қосу 88. 343-тан 299-ды алсам 44, 44-ге 88-ді қосамыз. 44-ге 88-ді қоссам 12 бір ойда. 12 ойдағымен 13, 132. Так, келесі үшінші есеп. 901-дің модулі қосу минус 252-ның модулі азайту минус 348-дің модулі. Сонда 901 қосу 252 азайту 348. Сонда бізде тең болады екен 805-ге. Келесі енді төртінші есепті шығарайық. Төртінші есеп 116-ның модулі қосу минус 304-дің модулі қосу минус 64-дің модулі. 64-дің модулі. Так, 116 қосу 304 қосу 64. Сонда біз 116-ға қосамыз 304-ті, қосамыз 64-ті. 484 шығады екен. 484. Енді номер 320 есеп шығарайық. 320. Бірінші есептен бастайық. Так, бірінші есепте бізде былай дейді. Минус 73,3-дің модулі қосу 9,24 азайту 23-дің модулі. Тең болады 73,3 қосу 9,24 азайту 23. Енді біз 73,3-ге қосамыз 9,24-ті. 82,54 шығады. Одан 23 алсақ 59,54. 59,54. Келесі екінші есепті шығарайық. Минус 66,4-дің модулі азайту. Так, минус 8,6-ның модулі қосу минус 23,2-ның модулі. Сонда 66,4 азайту 8,6 қосу 23,2. Енді 66,4 одан біз 8,6 алсақ 57,8 шығады. Оған қосамыз 23,2. Сонда бізде 81 шығады екен. Теңдігінде 81. Келесі енді үшінші есепті шығарайық. 3,375-дің модулі қосу минус 5,625-дің модулі азайту минус 9-дің модулі. Тең болады. Сонда 3,375 қосу 5,625 азайту 9. Енді есептегі 3,375 оған қосамыз 5,625-ті. 5,625 9 болады. 9-дан 9-ды алсақ бізде 0 болады екен. Енді келесі төртінші есепті шығарайық. Төртінші есепте 35,2-ның модулі. Төртінші есептің берілген жаз қойдық. Сонда бізде 35,2 азайту 2,6-дан 5 азайту 29 қосу 29,30-дан 19. 35,2 деген біз бөлшекпен жазылайық. 35,2. 35,2-ден 1 дей салайық, 2-ден 1. Так, енді біз ортақ бөлімі келтірейік. Ортақ бөлімі 30 болады. Так, 35-тен 2-ні алсам 33. 33-ке біз 29-ды қосайық. 62 болады. Сонда 62 бүтін. Так, мына жерде біз 15-тен береміз. 15-тен. Мына жерде біз 5-тен береміз. Мына жерде 1-ден береміз. Сонда 15 азайту 25 қосу 19. Тең болады. 62 бүтін 30-дан. Так, алдымен 15-ке 19-ды қосып аламыз. 15-ке 19-ды қоссақ 34. 34-тен біз азайтамыз 25-ті. Тең болады 9. Немесе 62 бүтін қысқартатын болсақ 3-ке 10-нан 3. 62 бүтін 10-нан 3 деп алсақ болады. Келесі
амалдарды орындаймыз. 345-дің модулінен 345 шығады. Бөлу минус 69-ның модулінен 69 шығады. Сонда біз 345-ті бөлеміз 69-ға, тең болады екен 5-ке. Келесі минус 0,1 мыңнан 101-ден 0,1 мыңнан 101 шығады. Көбейтеміз 33-ке. Сонда 0,1 101-ді 33-ке көбейтсек 3,1 мыңнан 333 шығады екен. Келесі мына жерде модульден 81-ден 40 көбейту 55-ден 27 шығады екен. Енді осы жерден біз қысқартайық. 81 мен 27, мына жерде 1-ден берем, 3-ден берем. 40 пен 55-ті қысқартайық, 5-ке қысқартайық. 5-ке қысқартсақ 11-ден берем, 40-ты 5-ке бөлсек 8-ден берем. Сонда менде шығады екен 33-ден 11-ді 3-ке көбейтем, 33-ден 8 шығады. Келесі 169-дан 125 бөлу 26-дан 25. Немесе былай аламыз. 169-дан 125 көбейтеміз 25-ден 26. Енді қысқартамыз. 169 мен 26-ны. 169-ды біз 26-ға бөлсек, мына жерде 6,5-тен береміз. Мына жерде 1-ден береміз, мына жерде 6,5-тен береміз. 125 пен 25-ті қысқартайық. Мына жерде біз 1-ден береміз, мына жерде 5-тен береміз. Сонда 5-ті бөлеміз 6,5-ке тең болады. Енді 5-ті 6,5-ке бөлек. Елебедік 50-ді 65-ке бөлек. Қысқартамыз. 5-ке қысқартамыз. 65-ті 5-ке бөлсек 13, 50-ді 5-ке бөлсек 10. Сонда 13-тен 10 шығады. Келесі минус 3,8-дің модулінен 3,8 шығады. Оны біз 3,2-ден 1 деп жазсақ болады. Көбейту минус 57-ден 5-дің модулінен 57-ден 5 шығады. Енді жерде бұрыс бөлшекке келтірек. 2-ден 7 көбейту 57-ден 5. Так, енді 7-ні 5-ке көбейтем 35. 2-ні 57-ге көбейтем 100, 114. Келесі 6-шы есеп. Мына жерде модульден шығады 33-ден 35 бөлу 3,2 дегенді 100-ден 372 деп алсақ болады. Мына жерде қысқартып жүрек. 100 бен 372-ні. 372 4-ке бөлінем екен көрейік. 372-ні бөлеміз 4-ке. 4-ке бөлеміз. Мына жерде біз 93-тен береміз. Мына жерде 25-тен береміз. Сонда бізде 33-тен 35 көбейту 93-тен 25 тең болады. Сонда біз 33-ті 93-ке көбейтсек 3069. 35-ті 25-ке көбейтсек 875. Солай қалады екен. Келесі номер 322 есеп, амалдарды орындаңдар. Номер 322. Бірінші есептен бастаймыз. 805 бөлу минус 161 қосу минус 53 тең болады. 805 модульден шыққанда бөлу 161 қосу 53 тең болады. Енді 805-ті 161-ге бөлсек, бізде 5 болады. 5-ке 53-ті қосамыз. Тең болады 58. Келесі екінші есеп. Минус 1026-ның модулі бөлінген минус 38-дің модулі қосу 27. Сонда біз 1026-ны бөлеміз 38-ге 27 болады. 27-ге, так, мына жерде модульден шығарып алайық. 1026 бөлу 38 қосылған 27 тең болады. Мына жерде бөлгенде 27 шығады. 27 қосылған 27 тең болады 54. Келесі енді үшіншісін шығарайық. Минус 49-ның модулі
көбейту 202-нің модулі азайту 888. Мына жерде минус бар, иә. Тең болады 49 көбейту 202 азайту 888. Енді 202-ні көбейтеміз 49-ға. 9898. Аламыз 888-ді. Тең болады 9010 болады екен. Келесі төртінші. 13111-дің модулі азайту минус 426-ның модулі көбейту минус 29. Тең болады 13111 азайту 426 көбейтілген 29. Сонда 13111 азайту. Енді 426-ны 29-ға көбейтек. 12354. Енді 11311-ден азайтамыз 12354-ті. 13000. Тең болады 757. Енді келесі есепті шығарайық. Келесі номер 323. 323 есеп. Бірінші есептен бастайық. Минус 106-ның модулі қосылған минус 8,2-ның модулі көбейтілген минус 41-ден 25. Тең болады 106 қосу 8,2, 10-нан 82 деп алсақ, 10-нан 82 көбейту 41-ден 25. Енді қысқартайық. 82 мен 41-ді қысқартайық. Мына жерде 1-ден берем, 2-ден берем. 25 пен 10-ды қысқартайық. Мына жерде 2-ден берем, мына жерде 5-ден берем. Сонда 2 мен 2-де қысқарып кетеді. Так. Басқа түспен қысқартайық, 2 мен 2 қысқарып кетеді бізде. 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда бізде қалады 5 қалады. Тең болады 106 қосылған 5 тең болады 111. Енді екіншісін шығарайық. Екінші есеп минус 1-дің модулі қосылған минус 0,185-дің модулі көбейту 17-ден 16. Ол тең болады. Минус 1-ден модуліне 1 шығады, бізде. 1 плюс 0,185. Енді 0,185-ті былай бөлшекпен ала салайық. 185 деп. 185 көбейту 17-ден 16. Енді о жерден қысқартайық. 17 мен 85 қысқартайық. Мына жерде 5-ден береміз. Так, мына жерде 5-ден береміз. Мына жерде 1-ден береміз. 100 мен 16-ны қысқартайық. 16-ны 4-ке бөлсек 4, 100-ді 4-ке бөлсек 25. Сонда ары қарай қалдырайық. 1 плюс 5 көбейтілген 4 бөлінген 25. Сонда 1 плюс, мына жерде 20-дан 25 қалды. Ол дегеніміз 1 плюс 5-ке қысқартатын болсақ, 5-ден 4 тең болады. Бірге жазайын. Бірге қосамыз 5-ден 4-ті 0,18-ге тең, Сонда 1,18 болады екен жауабы. Келесі үшіншісін жазайық. Үшіншісі минус 81-ден 55-дің модулі бөлінген минус 135-ден 44-дің модулі қосу 8,12-ден 11-дің модулі. Енді бізде мына жерде 81-ден 55 көбейту. Мына жерде біз модульден минус саны плюс сан шығады. Алымын бөліміне бөлімін алымын ауыстырып жазамыз. Мына жерде 44-ден 135 қосу 8,12-ден 11. Енді қысқартамыз. 55 мен 44-ті. 11-ге қысқартсақ 5-ден берем, мына жерде 4-ден берем. 81 мен 135-ті 9-ға қысқарт көрек. 135-ті біз бөлеміз 9-ға 15-ден берем.
81 9-ға бөлсем 9-дан берем. Тағы да қысқартсақ болады. Енді тағы да 5 пен 9 3-ке қысқартамыз. Мына жерде 5-тен берем, мына жерде тағы да 3-тен берем. Сонда қалған шамаларды жазайық бізде. 3-ті 4-ке көбейтем 12, 5-ті 5-ке көбейтем 25. Осы 8 бүтін 12-ден 11 тең болады. 8 бүтін 12-ден 25-ке 11-ді қоссам 36 болады. Тең 8 бүтін 36-ны 12-ке бөлсем 3 болады. 8-ге қосамыз 3-ті тең болады екен 11. Енді келесі 4-шісін шығарайық. Так, 4-шісі. Бізде модульдің ішінде минус 2 бүтін 7-ден 2 минус мына жерде 400-ден 303 бөлу минус 800-ден 707 тең болады. 2 бүтін 7-ден 2 минус 400-ден 303. Енді жерде минус таңбадан плюс таңба шығады. Модульден шыққанда енді көбейтіп жазамыз алымын бөліміне, бөлімін алымына. Так, мына жерде 800 болады, мына жерде бізде 707 болады. Так, енді қысқартатын шамаларды қысқартайық. 303 пен 707, 101-ге қысқартам, 7-тен берем, 101-ге қысқартам, 3-тен берем. 400-ге қысқартам, мына жерде 2-тен берем, 1-тен берем. Сонда бізде 2 бүтін 7-ден 2 азайту 7-ден 6 қалды, е? 7-ден 6. Так, енді біз былай азайтамыз. 2 бүтін емес, 1 бүтін деп алайық. 1 бүтін. Мынаған 1 7-сін берді, сонда 9 азайту 7-ден 6 тең болады. 1 бүтін 7-ден 9-дан 6-ны алсақ 3. 1 бүтін 7-ден 3 шығады екен.